ажел үшін ақ түйенің қарны жарылған күн. Бауыр еті бауыры Серікбай Оспанұлының туған күні. Нағашым, ұстазым жайлы бала кезімдегі жақсы естеліктермен бөлісуді жөн көрдім. Бала кезімде әсем қала Алматыдан ауылға келетін. Сол кезде атам мен әжем бар тәттісін дайындап қуана қарсы алады. Ол кезде радиода жұмыс жасап жүрген кез еді. Қазақ төрінде өзінің айтарлықтай орнын қалыптастырған, қазақ поэзиясына риясыз махаббатпен берілген, ақ жүректі, бала мінезді тұлға десем артық айтқан емес. Студент кезімде маған арнайы қолтаңбасымен бірге сыйлаған публицистика кітабы мен үшін өте қымбат. Тіпті тұрмысқа шыққан уақытымда осы Қараторғай өлең жинағы елге деген сағынышымды басуға көмектесіп, жаныма демеу бола білген құнды кітаптарының бірі. Жігітке жеті өнерде аз дегендей, ақындық өнермен қатар шеберлік өнерді де бірге алып жүрген нағашым тұла бойы тұнған ұлтының жанашыры. Қазақтың қара домбырасын өз нақышына келтіріп, әсем әуенмен ойнайды. Арманым әнім күндіз маза бермеді. Әрбір қазақтың жүрегінен орын алған Музарт тобының орындауындағы «Сағындым Алматым» әнінің сөзін жазғанда осы нағашым болатын. Қазақ елінің даму жолында өз үлесін қосып, еңбегін сіңірген ұстазымның бар болғаны үшін Аллаға шүкір етемін. Бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтап, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, шығармашылық шабыт тілей келе, жұбайыңыз Илзада Мешітбайқызымен бақытты да баянды ғұмыр кешуіңізді тілеймін. Бар болыңыз, бай болыңыз, бақытты болыңыз. Шын жүректен, жиеннен туған жиеншар әрі шәкіртіңіз Жанар. Мен сізді жақсы көремін.